Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сабағымыз басталды. Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы менің мысығым ақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер және оған сәйкес суретті сипаттайсыңдар. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолданасыңдар. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударамыз. Қалай, мұрт, тырнақ, тырнайды. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Тыңда, қайтала, оқы. Мынау сенің мысығың. Мысықтың түсі қара, көзі жасыл, оның мұрты бар, тырнағы ұзын. Сенің мысығың тырнайды. Бірінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Алдыменен дескрипторға назар аударамыз. Сұрақтар қояды, сұрақтарға жауап береді, сұхбаттасының не айтқандарын түсінеді. Мынау кімнің мысығы? Сенің мысығыңның түсі қандай? Мысықтың мұрты бар ма? Мысықтың тырнағы қандай? Сенің мысығың тырнай ма? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтардың жауаптарын бірге тексерейік. Мынау кімнің мысығы? Мынау менің мысығым. Сенің мысығыңның түсі қандай? Менің мысығымның түсі қара. Мысықтың мұрты бар ма? Иә, мысықтың мұрты бар. Мысықтың тырнағы қандай? Мысықтың тырнағы ұзын. Сенің мысығың тырнай ма? Иә, менің мысығым тырнайды. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болғанына сенімдімін. Екінші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөздерді қойып сөйлемді толықтырамыз. Екінші тапсырма бойынша дескрипторға назар аударамыз. Таныс сөздерді сөйлем құрастыруда қолданады. Сын есімді сипаттау сөздерді пайдаланады. Өзара байланысқан сөйлемдер құрастырады. Ал енді сөйлемді қалай толықтырдық? Бірге тексерейік. Мысықтың түсі қара, мысықтың мұрты бар, мысықтың тырнағы ұзын. Оқушылар, сендердің де толтырған сөйлемдерің осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі сенің деген сөзді менің деген сөзбен ауыстырамыз. Өз атымыздан баяндап береміз. Мынау сенің мысығың. Сенің мысығың қоңыр түсті. Көзі көк. Сенің мысығың тырнайды. Оқушылар, үлгіні негізге ала отырып, мәтінді өз атымыздан баяндап береміз. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Мынау менің мысығым. Менің мысығым қоңыр түсті. Көзі көк. Менің мысығым тырнайды. Оқушылар, тапсырмаларың сәтті орындалды деген сенімдемін. Жаттайық. Жұпар Баймұқашқызының мысық туралы өлеңін бірге оқып жаттайық. Ала мысық тырнама, тырнағаның бола ма? Ұстайыншы қолыңнан, ойнайық ер соңымнан. Сонымен, құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердіңдер және оған сәйкес суретті сипаттап бердіңдер. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша, жазбаша қолдана білдіңдер. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болғанына сенімдімін. Үйге тапсырма. 68-ші беттегі 4-ші тапсырма. Бір-біріңнен сұраңдар, сұрақтарға жауап беріңдер. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.